стройсервис жшсінің қара және түсті металдар өндіру цехы үшін ықтимал әсерлер туралы есеп беру жобасы бойынша қоғамдық тыңдау өткізіп жатырмыз. Қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасы экологиялық кодексіне сәйкес өткізілуде. Қоғамдық тыңдауға бүгін төрағалық жасайтын мен, Оралбеков Тимур, қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасының маманымын. Қазір енді кезекте біз қоғамдық тыңдаудың хатшысын сайлап алсақ, қарсы болмасаңыз, хатшы ретінде экоинновация жшсінің экологы Ақылбекова Гүлназ. Бүгін осы стройконстракшн жауапкершілігі серіктестігінің жобалаушысы боламын. Бүгінгі жиналып отырған себебіміз стройконстракшн жауапкершілігі серіктестігінің қара және түсті металдарды өндіру цехына ықтимал әсерлер туралы есеп беру жобасы болып табылады. Осы қара және түсті металдарды өндіру цехына ықтимал әсерлер туралы есеп беру жобасы, қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылауды, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарлары әзірленген. Қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 58 және 73 баптарына сәйкес, сондай-ақ қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесіне сәйкес өткізетін боламыз. Қоғамдық тыңдауларды өткізу жөніндегі хабарландыру 30 күн бұрын Шымкент қаласының қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасының интернет порталында, НДБ Ecology Gov.kz порталында, бұқаралық құралдар ақпараттарында және жергілікті әкімшілік хабарландыру тақталарында хабарландыру берілген болатын. Осы уақытқа дейін ешқандай ескертулер мен ұсыныстар келіп түскен жоқ. Бүгінгі тыңдауды қоғамдық тыңдаудың өткізу қағидасының 23 тармағына сәйкес қоршаған ортаны қорғау бөліміне қатысы жоқ мәселелер қарастырылмайды. Ықтимал әсерлер туралы есеп беру жобасына қатысты бөлімде атмосфералық ауаға, жер үсті, жер асты, су қорларына, жер қойнауы мен топырақ қабатына әлеуметтік экономикалық ортаға тигізетін әсерлер қарастырылған. Осы бүгінгі презентациямыз бойынша осы жер учаскенің орналасқан жері Шымкент қаласы Қаратау ауданы Тасай тұрғын алабында Тасай индустриалды аймағы 252/1 ғимаратында орналасқан. Учаскенің аумағы барлық жағынан өндірістік және қоймалармен шектеседі. Ең жақын тұрғын үй, яғни солтүстік шығыс жағында 430 км жерде орналасқан. Оңтүстік шығыс жағында Жібек жолы көшесінің артында 470 метр қашықтықта орналасқан. Нысан орналасқан аумақта жер үсті су көздері жоқ. Ең жақын жер үсті су қоймалары, яғни Бадам өзені шығыс жағында 1,5 километрден астам жерде ағып жатыр. Жобаланған нысан өзеннің су қорғау аймағына кірмейді. Біздің осы стройконстракшн жауапкершілігі серіктестігінің орналасу карта схемасы болып табылады. Келесі. Осы жер учаскенің жалпы алаңы, яғни кадастрлық номері, госакты барлық құжаттары бар. Мақсаты, яғни жер учаскенің кадастрлық номері, учаскенің жалпы ауданы 0,15 гектар, яғни 50 000 метр квадраттық құрайды. Мынау біздің өзіміздің госактысы құжаттары. Басты мақсаты мен қызметі стройконстракшн жауапкершілігі серіктестігінің есеп жобасын әзірлеудің мақсаты, яғни қара және түсті металдарды сынықтар мен қалдықтардан қабылдау және өңдеу цехы болып табылады. Қара металдарды балқытудың жылдық қуаттылығы жылына 1090,8 тоннаны, яғни айына 90,9 тонна, тәулігіне 3,305 тоннаны құрайды. Алюминийді балқытудың жылдық қуаттылығы жылына 3600 тонна, айына 300 тонна, тәулігіне 10,91 тоннаны құрайды. Кәсіпорын 330 күн бойы үздіксіз жұмыс істейді, яғни күніне 2 ауысым 8 сағаттан. Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы номері
6 КРЗ экологиялық кодексінің екінші қосымшасының екінші бөлімінің екінші тармағының 2-14 тармақшасына сәйкес, яғни жылына 20 000 тоннадан аз қара және түсті металдарды құю өндірісі үшін балқыту өндіру көзделіп отырған қызметтің бұл түрі екінші санаттағы объектілерге жатады. Қара металдарды өңдеу технологиясы осы шикізат кәсіпорынның қоймасына жеткізіледі, яғни цехта сынықтар сұрыпталады, сол арқылы сынықтар қайта балқытуға дайындалады. Металл сынықтарына қажетті өлшемді беру үшін үлкен бөліктер кесіледі. Бұл алюминийдің технологиясы өңделуі, яғни алюминийді құймаларға өңдеу шикізатты дайындаудан бастап құю және салқындатумен аяқталатын бірнеше кезеңдерді қамтиды. Біріншіден шикізатты дайындалады, алюминий құймаларын өндіруге арналған шикізат қайталама, яғни алюминий болуы мүмкін. Сынықтар, құймалар, осы бастапқы алюминий бұл легирленген қоспалар, яғни магний, кремний, мыс және тағы басқа сынықтар ластаушы заттардың металл емес қосындылардан, майлардан және жабындардан тазартылады. Содан кейін осы алюминийді ұсақтау және сұрыптау жүреді. Алюминийдің қалдықтары ұсақталып, соңғы өнімнің қажеті, яғни химиялық құрамын қамтамасыз ету үшін қорытпа бойынша сұрыпталады. Дайын алюминий құймалары бұл химиялық құрамына, құрылымына, механикалық қасиеттерін бақылаудан өтеді. Содан кейін олар тұтынушыларға жөнелту үшін таңбаланады, яғни бұйып түйіледі. Металдарды балқыту үшін электр қуатымен жұмыс істейтін 2 индукциялық балқыту пеші бар. Бұл пеш, яғни сору жөнелткішімен сорғыштар жабдықталған, алдын ала су қаптамасымен салқындатылады. Яғни түтін газдары биіктігі 24 метр, яғни диаметрі 0,9 метр құбыр арқылы атмосфераға шығады. Осы қара және түсті металдарды балқыту кезінде, бізде пайдалану кезінде атмосфералық ластаушы заттар шығарындыларының 2 ұйымдастырылған және 3 ұйымдастырылмаған көзделген. Бірінші 001 бұл балқыту пеші қара металдар үшін, 6001 кесу жұмыстары, 6002 қалыптарды кептіру және соғу, 002 балқыту пеші түсті металдар үшін, 6003 дәнекерлеу жұмыстары. Кәсіпорын шығарындыларда осы 5 ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған көзден 14 ластаушы заттар атмосфераға шығады. Пайдалану кезінде зиянды заттардың жалпы шығарындылары шамасы жылына 10,334 тоннаны құрайды. Осы Сурай Констракшн жауапкершілігі серіктестігінің жұмысы кезінде, яғни пайдалану кезінде қалдықтар пайда болады. Осы қалдықтардың түрлері, яғни есептен шығарылған электр және электрондық жабдық, люминесцентный лампы деп аталады, көше тазалау қалдықтары, тұрмыстық қатты қалдықтар, пеш шлактары, дәнекерлеу электродтардың өрттері, сварочные работы. Осы тұрмыстық қатты қалдықтар, яғни арнайы контейнерлерде жинақталады. Жинақталғаннан кейін мамандандырылған ұйыммен келісімшарт бойынша жақын жердегі қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына тасымалданады. Дәнекерлеу қалдықтары бұл есептен шығарылған электр және электрондық жабдық қалдықтары бұл арнайы келісімшарт арқылы утилизацияға жіберіледі. Келесі, қоршаған ортаны қорғау жөнінде іс-шаралар. Осы біздің цехтың, яғни жұмыс кезінде атмосфералық қорғау жөнінде іс-шаралар. Бірінші, бұл құра жерді ауа райының жұмыстарын жүргізу кезінде топырақтардың алдын алу үшін, яғни жолдарды сумен ылғалдандыру керек. Атмосфералық ауаның сапасын бақылау, әсер ету аймағы бойынша тұтыну қалдықтарын үшінші тұлғаларға беру, сарқынды суларды белгіленген орындарға шығару, техниканың жұмысы кезінде бөлінетін газдардың және жұмыс аумағының ауасындағы шығынның азаюына келесі жолдармен қол жеткізілді. Яғни персоналдардың жұмыстарын қауіпсіз жүргізу жөніндегі нұсқаулықтардың талаптарына қатаң сақтау.
техниканы профилактикалық тексеру және уақытылы жөндеу. Стройконстракшн жауапкершілігі серіктестігінің қара және түсті металдарды өндіру цехына ықтимал әсерлер туралы есеп беру жобасының жұмыс кезінде атмосфералық ауаға, жер үсті, жер асты суларына, сондай-ақ құнарлы топырақ қабатына кері әсері байқалмайды. Бүгінгі қоғамдық тыңдау баяндамасы бітті. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.